Достар, мен сіздерді MV компаниясының вебинарында көргеніме қуаныштымын, және ол өнім жөнінде сіздер естіген болатынсыздар. Ол өте маңызды өнім, яғни жалпылама буын, қан айналым тамыр жүйелерінде, сонымен бірге барлық денсаулыққа әсері бар. Ал бүгінгі күні біз жаңа өнім жөнінде айтамыз, ол омега 3 комплекс плюс. Ол жөнінде осы жаңа өнім туралы айтатын боламыз. Жалпылама клиенттерге ол жөнінде не айтуымыз керек? Мен аты-жөнім Екатерина Цой, мен оқыту жобаларының басшысымын осы МВ орталық Азияда, және бүгінгі күні осы вебинардың жүргізушісі болып табыламын. Және менің ойымша, мен өзім қарап отыратын болсам, сарапшылармен таныспын, және оларды мен сіздерге кейінірек таныстырып өтемін. Ал енді қатысушылар, біздің вебинар қатысушылар қосылып жатыр, саны артуда. Сіздерге айтарым, бізде ілеспе аударма бар, және олар қазақ және моңғол тілдеріне аударуда. Сондықтан да достар, өздеріңіз біздің вебинарды моңғол тілінде аударманы естігіңіз келетін болса, онда техникалық себептерге байланысты Zoom-да моңғол тілі жоқ, бірақ жапон тілі бар. Сондықтан да жапон тілі десегенді таңдасаңыздар, моңғол тілін алуларыңызға болады. Міне, аударма тілдер тізімінде, яғни қазақ тілінде, яғни сіздер таңдаған болсаңыз, аударманы қалай қосуға болады? Мысалға, компьютер немесе ноутбуктен қатыссаңыз, экранның төменгі жағында орналасқан глобус белгісін, interpretation деген сөзді көресіздер. Оған басып француз тілін таңдаңыз. Және қазақ тілінде де солай. Егер де телефон, планшет немесе iPad арқылы қатыссаңыз, экранның оң жақ бөлігінде орналасқан үш нүктені басыңыздар. Ашылған тізімнен interpretation таңдаңыз, сол тізімнен француз тілін таңдаңыз. Егер де бұны қолдан жасау мүмкін болса, яғни аударманы таңдасаңыздар, назарларыңызды аударғым келіп отыр. Мынау чатта нұсқаулық бар, өздеріңіз яғни осылайша жазып қойсаңыздар, және өздеріңіз плюс белгісін қойыңыздар. Бұл өте маңызды болады. Және енді кезекте ары қарай жүрмес бұрын, яғни чатта сұрап жатыр, осы жазба бола ма деп. Иә, жазба болады. Ол сонымен бірге Телеграмда жарияланады, бірақ соңына дейін бізбен болыңыздар, өйткені бүгін өте пайдалы ақпарат болады, және сіздер үшін ол қажет ақпарат деген ойдамыз. Және белгілі бір уақытта, яғни бір мәселелерді жіберіп алсаңыздар, жазбаны қайтадан тыңдап білулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді кезекте вебинарға өтпес бұрын біз сіздермен бірге осы қағидалармен таныс болуымыз керек. Вебинардың ол белгілі бір осындай барынша жайлы жасау үшін өте маңызды деген ойдамын. Және біздің бүгінгі вебинар ол интерактивті болғандықтан, өздеріңіз барынша, яғни өздеріңіздің пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісіңіздер, және сұрақтарыңызды қысылып қымтырылмай, яғни қойсаңыздар болады. Сондықтан да чатқа жазуларыңызға болады. Мен барлығын осы жерден көріп отырмын. Сондықтан да бірге осы, яғни талқылауда қатысайық. Бұл оқыту вебинары болғандықтан бір ағаттық жіберіп аламын деп қорықпаңыздар. Кез келген сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Егер де ол қарапайым жауап айтылған сұрақ болса да, яғни біз оған жауап беретін боламыз. Өздеріңіздің хабарларыңызбен, пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Және менің білуімше, сіздердің көпшіліктеріңіз сұрақ жауап сессиясын жақсы көреді, және көпшілігі осыны күтуде. Осыған орай айтарым, ол, яғни мысалға айтатын болсақ, яғни вебинардың негізгі бөлігінен кейін, яғни біз өнім туралы айтқаннан кейін, біздің сарапшы жаңағы сіздердің, яғни өзекті сұрақтарыңызға жауап береді. Омега 3, яғни комплекс плюс өнімі туралы. Және егер де достар, сіздерде белгілі бір техникалық қиындықтар туындаса, онда
яғни мен естімей отырғанмын болуларыңыз мүмкін, немесе тағы басқа. Сіздер яғни өздеріңіз осы қосымшаны немесе браузерді қайтадан жүктеп кірулеріңізге болады. Егер ол көмектеспесе, онда шамалы күте тұрыңыздар. Яғни енді егер де менің тарапымнан болса, мен осы мәселені шешуге тырысамын. Сонымен құрметті қатысушылар, егер де сіздер біздің вебинардың қағидаларымен келіссеңіздер, чатта плюс белгісін қойыңыздар, немесе бір қосарларыңыз болса, біз өзіміз оны сіздерді тыңдауға дайынбыз. Енді вебинарда сіздерді не күтеді? Бүгінгі күні біздің барлығымыз жаңа омега 3 комплекс плюс өнімінің артықшылығы неде, және не себептен осы омега 3-ті қабылдау қажет, және сіздер өздеріңіз сарапшының жауабын ала аласыздар, және ең бастыларын еске сақтау үшін осы мәселелерге назар аударамыз. Және бүгінгі вебинардың мақсаты біздің барлығымыз үшін осы үш негізгі артықшылықты еске сақтау, одан кейін яғни клиенттермен яғни дұрыс тіл табысу үшін, және осы жаңа өнімнің артықшылықтарын жан-жақты паш ету үшін өте маңызды. Сондықтан да бұл мәселеге назар аударыңыздар, және болашақта сатылым барысында ол көмектеседі. Және біздің вебинарымыз 60 минут уақыт алады. Онда бастайық. Және ең бір маңызды бөлігіне өтейік. Енді кезекте біздің сарапшыны таныстырғым келіп отыр, және сіздер онымен таныссыздар деген ойдамын. Бұл тамаша адам, нутригенетик, дәрігер және сертификатталған диетолог Анастасия Бодрова. Анастасия, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қайырлы кеш. Иә, тамаша, бүгінгі күні осында қатысуыма қуаныштымын. Катя, және бүгінгі күні бізде өте бір керемет тақырып, және өзіндік керемет өнім, осыны жалпылама, яғни омеганың ең үш, яғни ең тамаша өнім. Сондықтан да бір-бірімізбен осылайша өніммен танысатын болайық. Иә, сіз өзіңіз осы керемет теңеуді келтірдіңіз, яғни омега 3 осы өнімнің патшасы деп айттыңыз. Иә, құрметті қатысушылар, бүгінгі күні ақпарат өнім жөнінде айтылады, және оның ішінде айтатын болсақ, майлы қышқылдар бар. Олар мәселен тамақ өнімдерінде бар. Сондықтан да маған былай деп айтсаңыздар, өздеріңіз клиент былай сұрақ қойып жатыр дейік: мен онсыз да балықты жеймін, көп, яғни жиі балықты тұтынамын, омега 3-ті тұтынудың қажеті қанша деген секілді. Ал сіз осы сұраққа, клиенттің осы сұрағына қалай жауап берер едіңіз? Және чатқа жазып өтсеңіздер, бұл сұраққа яғни қалай жауап бересіздер, және осы сұрақтарға қалай жауап берер едіңіздер, соны айтып өтсеңіздер. Иә, өте қызықты. Яғни қазір кезеңде біздің достарымыз қалай жауап беретін болады, яғни қарап отыратын болсақ, өздері комментарий береді деген ойдамын. Және мысалға айтатын болсақ, өздеріңіздің осы сұрақтардың жауаптарына қарау өте маңызды. Яғни мен қалайша жауап беремін, яғни осы сұрақтарға, яғни айтатын болсақ, статистикадан немесе осы заманауи тамақтанудың ерекшеліктеріне орай, және көріп отырғанымдай, яғни қарап отыратын болсақ, балықта, яғни ол қанша жалпылама, қаншама тұтынуда деген секілді, және 2-3 рет, сонымен бірге мысалға айтатын болсақ, осындай жауап келді. Және дұрыс жауап, бұл қарап отыратын болсақ, яғни осы қажетті майларды, яғни алу, ол өте маңызды. Өйткені ол күнделікті бір дәрумендер секілді. Яғни қарап отыратын болсақ, осы дәрумендерді осылайша қарайтын болсақ, және біз оны өзіміз синтездей алмаймыз, біз бірақ оған тәуелдіміз. Сондықтан да біз, яғни негізгі көзі әрине балық болып табылады.
бірақ көптеген сұрақтар туындайды. Мысалға, балықты қанша рет жеу керек, қандай балықты жеу керек деген секілді, және көпшілігі осы балықтың сапасына байланысты сұрақтар қоюда. Иә, ол өте дұрыс. Өйткені, яғни 80%, мысалы айтатын болсақ, супермаркеттерде ол аква мәдениеттің, яғни өнімі, бұлар арнайы өсірілген балықтар, және көпшілігі мына мәселеге айтады: омега 3, яғни жасанды қолмен өсірілген, яғни ол, мысалға айтатын болсақ, ол мысалға осыны қосса ма қоспай ма, яғни осы мәселеге байланысты кепілдендіру деген секілді. Яғни қарап отыратын болсақ, мысалға айтатын болсақ, онда, яғни мәселен, ол осылайша, яғни мысалға айтатын болсақ, осы одан кейін ол осылайша, мысалға айтатын болсақ, майлы қышқылдар деген секілді, олар қай жерде жинақталады, мысалға айтатын болсақ, осыған мәселелерге байланысты айтатын болсақ, мысалға, көбірек балық жеу керек, және біздің барлығымыз білетініміздей, ірі балық, мысалға айтатын болсақ, тунец қазіргі кезеңде бізде жақсы пайдалануда, немесе мысалға айтатын болсақ, скумбрия, олардың барлығы мысалға шын мәнінде көптеген ауыр металдар болуы мүмкін. Яғни мәселеге байланысты айтатын болсақ, сондықтан да осы жауаптарды жазуда, яғни мен өзімнің оқиғаммен бөліскім келеді. Яғни қазіргі кезеңде қарап отыратын болсақ, көптеген, яғни пациенттер бар Қытайдан келетін, мысалға айтатын болсақ, олар өздері осы, мысалға, экскурсиядан келеді, мысалға айтатын болсақ, одан кейін акуланың майын өңдейтінді, және олар осындай майларды, яғни алып келеді. Олар мысалға өте балғын, яғни сонда, бірақ та айтамын да, осы токсиндарды алып жатсыздар деп. Ол өйткені ірі балық, ол, қарап отырсаңыздар, осы ауыр металдар бар, сонымен бірге олар таза суда жүзбейтін балықтар. Сондықтан да біз осы сапа жөнінде айтамыз. Әрине, бұл өте маңызды. Тамаша, рахмет. Мен өзім қаншама көп жауаптарды көріп жатырмын, және олардың көпшілігін, яғни көптеген адамдардың сұрақтарына жауап бердіңіз. Иә, қарап отыратын болсаңыздар, біздің осы клиенттеріміз жазуда, мәселен, мұнда өте маңыздысы қандай балық, қайдан алынған, қайдан ауланған балық деген секілді. Сондықтан да мына жерде қарап отырсаңыздар, Ирина, егер де мен сіздің фамилияңызды дұрыс айтпасам, Чурбанова, Ирина Чурбанова былай деп жазады: ой, қандай жарайсың, яғни осы балық қайдан келеді, оның барлығы фермерлер өсіретін балықтар ма деп, яғни сені өзің жарайсың деп айтып отыр, және ол балық қайдан келіп жатыр деген секілді мәселені айтуда. Өте тамаша, көптеген сұрақтарға жауаптар бар деп айтқымыз келіп отыр, өйткені барлықтары мақтады, бірақ балық, осы қайдан алынған балық деген сұрағын қойған болатын. Иә, мен осы тақырыпты жалғастырғым келеді. Егер де былайша болжамдасақ, мысалға айтатын болсақ, біз жақсы балықты, яғни жаңадан ауланған балықты, мысалға айтатын болсақ, өзіміз аулап жатсақ та, 3 порция, яғни болу қажет 150 граммнан, және біз тағы бір мынандай проблемаға кезігудеміз. Мысалға айтатын болсақ, осы, яғни сіңірілуі бұл тамақтың, өйткені мысалға, ас қорыту жүйелері бар. Егер де мысалға мұнда проблемалар болатын болса, яғни біз оны дұрыс, бізге сіңірілмеуі мүмкін, және біз енді өзіміз мынау слайдтан көрсеткім келіп отыр. Онда тамаша зерттеу, жүкті әйелдер туралы бұл қарап отыратын болсақ, біз осы жүкті әйелдерге назар аударудамыз, онда көрсетілгені, және мұнда қарап отыратын болсақ,
Міне, яғни қарап отырсаңыздар, бұл өзіндік метод талдау, яғни мұнда қарап отыратын болсақ, бірнеше клиникалық зерттеулер алынған болатын, және бірнеше зерттеулердің деректер келтіріліп отыр. Яғни мысалға жүкті әйелдер осы нормада қажетінше майлы балықты тұтынғандар, және олар өздері мысалға жаңғақтар, шемішкелер, яғни шаққан болатын, олардың барлығы майлы қышқылдар, және онда мысалға айтатын болсақ, ол жөнінде тағы да айтатын боламыз. Бірақ та бұл ретте осы да жеткіліксіз, өйткені белгілі бір жағдайларға байланысты, мәселен, осы, яғни біз білетініміз, мынау асқазандағы қышқыл, яғни соған байланысты мынандай қорытындылар шығады. Сіздер күнделікті балық жеп жатсаңыз да, тұтынып жатсаңыз да, сізде, яғни омега 3 майлы қышқылдары жеткілікті деген сөз емес. Яғни қарап отыратын болсақ, адамдар осы мәселеге байланысты айтатын болсақ, сол қажетті балықты жемеуде, мәселен айтатын болсақ, және сондықтан да біз осы қорытындысын шығарған кезеңде, біз қазіргі кезеңде осы сапалы өмірді қажет ететін болсақ, мәселен, осы омега 3 майлы қышқылдарынсыз, яғни біз осылайша өмір сүре алмаймыз. Бұл қарап отырсаңыздар, барлық осы мета талдаулардың, зерттеулердің қорытындысы болып табылады. Жақсы, иә, балықты күнде жесең де бәрібір де жеткіліксіз. Иә, жеткіліксіз болуы мүмкін, өйткені әртүрлі себептер бар. Ал әрі қарай, егер де сіздер осы тақырыпты жалғастыратын болсаңыздар, бізде, яғни рационымыз осылайша, яғни қарап отыратын болсақ, келесі слайдты көрсеткім келіп отыр. Мысалға статистика, және мысалға айтатын болсақ, онда Қазақстанда мен дүниеге келген болатынмын, жартылай өміріміз Қазақстанда өтті. Сондықтан да, яғни қарап отыратын болсақ, осы негізінен алсақ, яғни біз таза айтуымыз қажет, ол ет немесе белгілі бір, яғни жеміс жидектер, сүт өнімдері, яғни көп қамыр, ұннан жасалған тамақтар. Бірақ балық, яғни жеткіліксіз рационда, өйткені қарап отырсаңыздар, географиялық тұрғыдан онда көп емес, және осыған орай, егер де біз белгілі бір өңірлерді алатын болсақ, иә, мүмкін бір өңірлерде балықты көп пайдаланатын шығар. Бірақ та осы Орта Азияны алатын болсақ, онда Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Моңғолиядан, яғни мен жуырда сол жақта болған болатынмын, яғни олардың рационы ұқсас. Барлық жерде, яғни балық жетіспеуде, сондықтан да біз айтып отырғанымыз осы қосымша қоспалар түрінде болуы тиіс. Жақсы, бұл өте маңызды, және бүгінгі күні вебинар жалпылама осы түсіну үшін өте маңызды. Бұл не себептен қажет, яғни өйткені осындай проблема бар, және мәселен қандай бірегей мәселелер бар деген секілді. Мысалға, омега 3 комплекс плюстың, яғни ерекшелігі қандай екендігін айту өте маңызды. Бұл слайдта, яғни менің сөздерімнің дәлелі. Шын мәнінде қарап отырсаңыздар, біздегі дұрыс тамақтанбау, яғни осы мәселеге байланысты қарап отыратын болсақ, омега 3-тің жетіспеуі, енді кезекте осы өнімге бет бұрайық. Бізде, яғни қандай қоспа күтіп тұр, сол мәселе туралы айтайық. Онда осы өнімге қосамын, міне мына жерде омега 3 комплекс плюс туралы. Кім қолында ұстап көрді осы омега 3 комплекс плюсты? Иә, сұрайық, құрметті қатысушылар. Біреулеріңіз осы, яғни осының дәмін көрген шығарсыздар. Иә, біреулер іше бастаған екен. Омега 3 комплекс плюсты алғандар бар ма? Иә, біреулер күнде, яғни тұтынып жатыр екен. Біреулер бүгінгі күні бастаған екен. Иә, шын мәнінде қарап отыратын болсақ, біреулер
бір ай бойы тұтынып жатыр екен, қарап отыратын болсақ осы жаңа өнім пайда болған кезеңде пайдаланып жатыр екен деген секілді көптеген яғни жақсы тұстары бар. Және егер де оны бағаламаса да, мысалға жуыр арада осы жақсы ықпалын яғни сезінеді деген ойдамын. Әрине менің ойымша барлықтар осы омега 3-тің пайдасы дәлелденген, және мысалға айтатын болсақ олар әртүрлі мәселелерді шешеді, және ересек ағзаға байланысты айтатын болсақ ол қабынуға қарсы эффект береді. Және бұл омега 3 кімге керек деген кезеңде біз өздері яғни жүйелі түрде мынау қабыну аурулары бар немесе созылмалы аурулары бар адамдарға байланысты айтамыз. Мысалға балаларға осы омега 3 ол жүйке жүйесін, көзін жақсы көру үшін, ал ересек адамдар үшін омега 3 осындай қабынуға қарсы эффектісі бар. Және біздің алдымызда мынандай бір өнім, ол өте сапалы, яғни омега 3. Одан кейін біз сіздерге осы 9 сатысын көрсететін боламыз. Бұл бірегей өте маңызды, және назарларыңызды мөлшеріне аударыңыздар. Яғни мысалға айтатын болсақ, 2 капсулада, яғни онда 2 негізгі майлы қышқылдар, және біз олар бойынша өнімнің яғни сапасын бағалаудамыз. Сондықтан да бұл майлы қышқылдар көлемі осындай пайдалы жақтарын көрсетеді омеганың. Және біз егер де балықтың майымен салыстыратын болсақ, балықтың майы яғни май болуы мүмкін, ол балықтың майы болуы мүмкін, бірақ бұл ретте мұнда мұндай ДГК, яғни ЭПК, мынау мына жерде 1000 миллиграмм деп көрсетіп отыр, олар болмауы мүмкін. Және қарап отыратын болсаңыздар, капсулада бір ЭПК және ДГК бұл өте маңызды, яғни мен айтып өткендей, яғни мөлшері. Және мен қазір кезеңде профилактика туралы айтып отқан жоқпыз. Егер де біз жағдайды жақсартқымыз келетін болса, біз осы 1000 миллиграммға сүйенеміз. Және қарап отырсаңыздар, тамаша мөлшері бар, және профилактикалық, яғни ол белгілі бір осындай ағзада өзгерістер болса, оларды яғни жақсартуға мүмкіндік береді. Мысалға айтатын болсақ, осындай антиоксиданттық қолдау бар. Біздің барлығымыз білетініміздей, омега 3 басқа майлар секілді, яғни осылайша қышқылданып кетуі мүмкін. Мен өзім мысал келтіремін. Мысалға, сұйық майды қалдырып қойсаңыз, таңертең ол қарауыт, яғни осындай бір қабатпен, яғни майдың қышқылданып кеткендігін көреді. Ал қышқылданып кеткен май ол өзіндік бір улы нәрсе, өйткені ол адамның бүйрегіне әсерін тигізеді. Сондықтан да майдың қышқылданбай сақталуы ол өте маңызды мәселе болып табылады. Сондықтан да міндетті түрде қандай омеганы таңдау керек деген қараған кезеңде көптеген факторлар бар. Және сонымен бірге Е дәрумені ол керемет антиоксидант болып табылады, және омега 3-тің осылайша қышқылданып кетпеуінен қорғайды. Яғни негізінен алатын болсақ, егер де біз жалпылама қарассақ, ондағы омега 3-тегі маңызды не дейтін болсақ, ол бірінші кезекте балықтың сапасы. Мен сіздерге мысал келтіріп өткен болатынмын. Яғни ол жерде осындай пайдалы жақтарын алу туралы. Және бұл жерде осы 2008 жылы білесіздер ма, мынандай зерттеу жүрген болатын. Ол зерттеуді яғни омега 3-тің пайдасына байланысты, яғни әртүрлі пікірдер айтылған болатын. Бұл өзіндік бір сондай шулы зерттеу болды, және бірқатар осы зерттеулердің жасалуына алып келді. Не себептен осындай омега 3 жұмыс істемейді деп айтқан болатын? Өйткені мұнда әртүрлі факторлар болды. Мысалға айтатын болсақ, ең негізгі факторларының бірі олар омеганың сапасына мән бермеген болатын. Сондықтан да осы омеганы қабылдаған адамдар, яғни олар әрбір кезде өздері омеганы пайдаланды, оның сапасын ешкім білмеген болатын. Сондықтан да нәтижеге қол жеткізбеді. Сондықтан да біз жаһандық тұрғыдан омега қараған кезеңде ол шикізаттың сапасы өте маңызды. және
Енді омега 3-ті неден жасайды дейтін болсақ, мұнда кішкентай ғана яғни анчоустар, олар сардиндар, яғни сіздер де міне суретте көріп отырсыздар, бұл кішігірім балықтар, және олар бізде яғни суық теңіздерде, суық яғни ағындарда өмір сүреді. Олар бір жағынан омега 3 майларды яғни осылайша жинақтайды, және олардың құрамында мынандай токсиндер жоқ, және тағы да бір маңызды мәселе, ол жөнінде айтып өту керек деген ойдамын. Иә, мен өзім бөлісе аламын. Мысалға айтатын болсақ, оны көрсетуіме мүмкіндігім бар. Ол сіз технологиясы Анастасия қарсы болмасаңыз, біз оны көрсетейік, және әрі қарай бұл не және не себептен қажет екендігіне тоқталамыз. Яғни ол технология жөнінде айтатын болсақ, бұл омега 3 бірінші кезекте май, және ол суда ерімейді, және бұл болу үшін, яғни мысалға айтатын болсақ, жақсы сіңірілу үшін қосымша технологиялар қажет. Сондықтан да сенс, яғни аквасел технологиясы деп айтамыз. Ол технологиялар бізге барынша жақсы түрде омега 3-тің ағзада сіңірілуіне жақсы мүмкіндігін береді. Яғни бұл осы технология сәйкесінше омега 3 комплекс плюс, мысалға айтатын болсақ, өте бәсекеге қабілетті, өйткені мұны барлық өндірушілер осылай мақтана алмауы мүмкін. Осыған орай көзбен көрнекі түрде қарайық. Дыбысы жоқ видеоның мұнда. Мен осы мәселені айтып өтейін. Иә, мен айтып өтейін. Мысалы қарап отыратын болсақ, мұнда Дженнифер Данк, ол осы әзірлемелерге тікелей қатысушы кісі, және ол осы технология туралы айтуда. Иә, әрине бұл өте бірегей технология, және назарларыңызды мынаған аударғым келеді. Бұл осындай бір жаңашылдық, және барлық өндірушілер осыған ұмтылатын болады. Қарап отырсаңыздар, бұл яғни омега 3-ті мәселен осы өттіндегі проблемалар бар адамдарға да қабылдауға мүмкіндік береді. Дженнифердің айтып отырғаны, май мен су араласпайды. Егер де біз мысалға айтатын болсақ, стакан суды алып оған бір майды немесе балықтың майын қоссақ, ол яғни қарап отырсаңыздар, олар бөлініп тұрады. Сол жағында мысалға астында су, үстінде май, және бұл омегамен қарап отыратын болсақ солай болуы мүмкін. Өйткені ол асқазанға, шекке түскен кезеңде онда да яғни осылайша жүзіп жүру мүмкін, және ол сіңірілмеуі мүмкін деген секілді. Және осы зерттеген кезеңде адамдар әртүрлі деңгейде сіңіретіндігін көрсетті. Біреулер яғни 10%-ға, біреулер 80%-ға, біреулер барлығын ішіп алды деген секілді. Осыны біреулерінде яғни өттінде проблемалар болатын болса, немесе осы стресс күйінде қабылдайтын болса, әртүрлі факторлар бар. Яғни онда 10% сіңірілуі мүмкін. Сондықтан да яғни осы адамдар барынша осы омега 3-ті толықтай сіңірілетіндей ағзасында не істеу керек деп, сондықтан да мына технология болды. Ол жалпылама өндірісте жаңа бір тұстарын көрсеткен болатын. Ол қарап отыратын болсаңыздар, мына майлар, олар мынандай кішкентай мицеллаларға бөлінеді, және осы мицеллалардың арқасында ол гидрофоб емес, гидрофилді болады. Яғни ол сумен, яғни жақсы араласады. Сондықтан да ол, яғни оның қолжетімділігін 300%-ға дейін, 3 есеге дейін арттырады. Және бұл қарап отыратын болсаңыздар, қандай керемет технология, және бұрын тек қана мысалға дәрі-дәрмектерде пайдаланса, ал қазір кезеңде омега 3-ті осылай пайдалансақ, біз
өзіміз яғни қабылдау уақытын өзгерте аламыз. Кез келген уақытта яғни пайдалана аламыз және бізге яғни оны сіңіру үшін көптеген нәрселер қажет жоқ. Яғни мысалға айтатын болсақ, өздерінің ас қорыту жүйесіндегі проблемалары бар адамдарға да жақсы сіңіріледі. Сондықтан да бұл өзіндік басты ерекшелік. Сондықтан да естеріңізге сақтаңыздар. Екатерина өздерінің үш тармақты, яғни есте сақтаңыздар деген болатын. Және бұл яғни супер эффектив systems деп яғни аталады, және әртүрлі атаулары бар. Жалпылама бұл факт, яғни өзін яғни сол ертетін, яғни қарап отырсаңыздар, оның 300 есеге дейін осы сіңірілуі жақсарады. Бұл өте тамаша, керемет. Мен мына жерде Анастасия чатқа жазып қойған екен. Я осындай эксперимент өткізуді көрген екен, және омега 3 осы суда біршама бөліктерге бөлініп, яғни сумен бірге, яғни сіңбеген екен. Сондықтан да олар оны қаншалықты көріп отыр. Ал қарап отырсаңыздар, омега 3 қаншалықты сіңіріледі. Иә, осылайша өздеріңіз капсуланы ашып, иә, суға араластырсаңыз, сумен бірден араласады. Яғни сондықтан да мынау ролик жөнінде сұрап жатыр. Бұл өте жақсы аргумент. Оны клиенттермен жұмыс барысында істеуге болады. Сіздер өздеріңіз оны бізді YouTube-та, біздің арнамызда MV Central Asia'да табуларыңызға болады. Және сіздер осы видеоны көрулеріңізге болады. Мысалға, ол үш тілде: орыс, қазақ және моңғол тілдерінде. Сондықтан да өздеріңіздің клиенттеріңізге, яғни көрсетуіңізге болады. Иә, енді келесі слайдты қойсаңыз, онда өте бір тамаша график. Ол осы визуалды тұрғыдан, яғни көзбен көріп қарауға болады. Мәселен, бірінші кезекте бұл технология жөнінде, және сиц технология, және мысалға айтатын болсақ, сұрмен көрсетілген. Ол егер де осы сиц технологияны пайдалана отырып, яғни омега 3-ті пайдалансақ, қалай керемет сіңірілетіндігін көріп отырмыз. Омега 3 комплекс плюс. Иә, тамаша, графикта бәрі көрсетіліп тұр. Ал ендігі кезекте біз осы бір, яғни артықшылығы туралы айтуымыз қажет. Әрине, ол омеганың сапасы, ол 9 сатылы тазарту процесінен өтеді. Қарап отырсаңыздар, бұл жоғары технологиялық процесс, және әрбір кезеңде ол омеганы жақсарта түседі. Омега, сіздер білесіздер, ол триглицеридтер түрінде, ол барынша, яғни табиғи форма, және міне мына жерде 9 кезеңді көрудеміз, және ол толықтай омега 3-ті, яғни бір зиянды қалдықтардан, мысалға ауыр металдардан, басқа да қоспалардан арылтуға мүмкіндік береді. Және көптеген токсиндер табиғаттағы, олар, яғни осы молекулалар, және бізде мысалға айтатын болсақ, токсиндар қайда? Ол майда. Яғни сондықтан да осы майды тазарту, осы жағынан алатын болсақ, омега 3 май қышқылдары, тағы басқа деген секілді, оны тазарту өте маңызды болып табылады. және біз мына жерде 9 сатысын көріп отырмыз. Сондықтан да өзіміз қорытындысын шығара аламыз. Яғни осы сетс технологиясымен бізде осылай тазартылған өнім бар. Біз өзіміз, яғни балық, ол ірі балық емес, ол суық сулардан. Сондықтан да бұл өте сапалы, яғни осындай май екендігін көріп отырық. омега 3, және ол анчоустардан, яғни ұсақ балықтардан жасалатын сапалы балық. Оларда ауыр металдар жоқ. Өйткені Анастасия айтып өткендей, яғни осы 9 кезеңдік сатысын айтты, және тағы да айтып өткен болады. Сонымен бірге сетс технологиясы, ол бізге, мен үшін тамаша артықшылық. Және осы технологияның арқасында
яғни сэц технология арқасында, яғни барлығы өте тиімді түрде сіңіріледі, және маған ұнағаны, сіз осы мерзіміне қарамастан тамақты жедің ба, ол жегеннен кейін ба, оған дейін ба деген осылайша ойланып жатудың қажеті жоқ. Кез келген уақытта қабылдап алуыңызға болады, және осындай мысалға жағымсыз балықтың иісі да болмайды. Яғни кейбіреулер осы шағымданған болатын, өйткені оларда өттері ауыратындығы туралы. Ал жалпылама қарап отыратын болсақ, осылайша омегада мәселен ол қарап отыратын болсақ, онда өт қабында, яғни ауыратын адамдарға да әсер етпейді, өйткені ол осындай бір, яғни өзіндік осылайша тазартылған, және мысалға өті қабынған адамдарда, яғни бұл жақсы сіңіріледі, бұл тамаша бір артықшылығы. және осы өнімнің тағы да бір артық тұсы бар, яғни ақ чия дәндері, және ендігі кезекте тағы да бір осындай артықшылықты көрсетейік. Яғни біз сіздермен бірге, яғни альфа линолды қышқылдар жөнінде айтудамыз, және олар, яғни ЭПК және ДГК да, және бұл тағы да бір пайдалы май қышқылы. Осыған тоқталып атап өткім келіп отыр. Мысалға адамның ағзасы, ол ол мысалға ДК-ға дейін, бірақ та бұл процесс, яғни қаншама энергияны қажет етеді. Екіншіден, көптеген, яғни факторлар қажет, яғни магний, Б дәрумендер тобы керек, және ол мәселен айтатын болсақ, тек қана адамдардың 6% ғана осы дәндерді, яғни оның ішіне чияны тұтынып, осы өзіндік осы гексаленді қышқылдалуына мүмкіндік береді, және жалпылама альфа линолды қышқыл, оның белгілі бір пайдалы тұстары бар. Егер де ол мысалға түпкілікті көрсеткіштеріне жетпесе де, оның, яғни пайдалы жақтары бар. Мысалға жүрек қан айналымы жүйесі үшін, және терге жақсы әсер етеді, иммундық жүйеге, жалпылама жүйке жүйесіне, когнитивті, яғни қасиеттер дамытуға мүмкіндік береді. Сондықтан да альфа линолды қышқыл ол өте маңызды, және мұндай жағынан алып қарағанда біз өзіміз осыны көре аламыз. Анастасия, нақтылап өтейік, сіз мысалға 6% ғана сіңіріледі дедіңіз, яғни чия дәндерінен. Ол мысалға айтатын болсақ, ол өсімдіктерден, мысалға жаңғақтардан, дәндерден, ал мынандай формада ол омега 3-те, ол қосымша, яғни осы альфа линолды қышқылдар жақсы сіңіріле ме? Бірінші кезекте алар өзара бір-бірімен байланысты, және олар бір-бірімен бәсекелеспейді, бір-бірін, яғни толықтырады. Мен сіздерге осы генетика туралы айтып бердім, өйткені бізде вегетариандықтар бар ғой, олар мәселен айтатын болсақ, осы балықты жемейтін, және мұнда айтатын болсақ, бұл өте осы чия дәнін жеп осындай нақты ЭПК және ДГК-ны алатындар, және мұндай адамдарға байланысты айтатын болсақ, осындай мүмкіндіктер бар. Әрине, мен қазір осы альфа линолды қышқылдың пайдасы туралы айтудамын, және ол өте пайдалы болып табылады адамның ағзасына, және қандай қасиеттер бар екендігін айтып өткен болатынмын. Сондықтан да осындай қосымша бұл да қызықты, және қоспаны одан әрі қызықты әрі пайдалы ете түседі. Иә, сөзсіз біздің бүгін көрермендер бастапқыда альфа линолды қышқыл жөнінде сұраған болатын, неге қосты деген секілді. Және мүмкін клиенттер де осы сұрақты қойған шығар. Ал енді кезекте осы сұраққа жауап береміз. Не себептен оны қостық? Анастасия айтып өткендей, бұл, яғни қарап отырсаңыздар, ең осындай маңызды бөлшектердің бірі, және ол осы өнімнің сапасын одан әрі жақсарта түседі. Көп рахмет.
Анастасия, қосарым бар. Яғни сізді бөлгім келген жоқ сөзіңізді, бірақ мына мәселені айтып өтейін. Осы чатта біздің қатысушылар жазған болатын, мысалға осы жолы омега 3, яғни осы пайдаланған кезеңде, яғни балықтың дәмі сезілмейтіндігін айтқан болатын. Иә, бұл осы өзіндік реттелетін жүйеге байланысты, әрине ол жақсы сіңіріледі, сондықтан да мынандай жағымсыз балықтың яғни иісі шығып тұрмайды. Және енді кезекте өзімнің тәжірибемен бөлісейін. Яғни омега 3-ті тұтынамын, және менің айтқым келетіні өзімнің тарапымнан осындай жағымсыз яғни жақтары, олар әрине адамға адамға яғни осы өнімді тұтынуда яғни кедергі болуы мүмкін. Ал омега 3-ті тұтынғандар, яғни барлығымыз көріп отырғанымыздай, ешқандай жағымсыз жақтар жоқ, яғни өте дәмді, және осындай бір қосымша бір басқа бір иістер шығып тұрмайды омега 3-тен. Және алдында айтып өткен болатынбыз, яғни таңғы астың кезінде ішу керек, яғни барынша өзіміз егер де осы таңғы асты жіберіп алсақ та, яғни одан кейін осы жұмысқа барар жолда есімізге түсірсек те, яғни біз өзіміз омега 3 сіңірілмейді деп ойламаймыз. Яғни қарап отырсаңыздар, ол жақсы сіңірілетін өнім, және бұл да осы артықшылық бөлігіне қойып қоюға болады. Яғни жаңағы айтқандай осы балықтың иісі шықпайды. Ал енді кезекте осы вебинарда тыңдаған ақпараттарыңызды өздеріңізге қосып алуларыңызға болады. Және мұнда қазір кезеңде сертификаттар жөнінде айту керек. Сонда біз яғни барлық мәселелерді айтып өтеміз. Енді кезекте біз осы ұсынылатын жақтарын айту қажет. Мәселен, мұнда тамаша жақтары бар. Яғни сондықтан да мен сіздерге оның қаншалықты яғни дозалар болу мүмкін екендігін айтқым келіп отыр. Жалпылама айтатын болсақ, омега 3 ол ұзақ уақыт тұтынуға болады, және бұл жағынан алатын болсақ өте бір, яғни жан-жақты жүргізілген зерттеу, ол 11 мың адамдарда яғни өткізілген болатын. Яғни мұнда едәуір өзгерістер болды кардиологиялық, яғни ол 4-ші айда ғана осындай яғни тұстарын көрсеткен болатын. 4 ай бойы қабылдағаннан кейін осындай жақсы бір тұстарын атап өте бастаған болатын. Сондықтан да мұны мысалға 2 апта тұтынып, одан кейін бір тамаша таңғажайып болады деп ойламау керек. Егер де бір курсты тағайындаса да, ол ұзақ мерзімді болуы мүмкін. 4-6 ай. Және біздің өмірімізде осы қарап отыратын болсақ, мынандай бір мәселе бар. Әрбір қыздың кішкентай көйлегі секілді, яғни мысалы айтатын болсақ, сөмкесінде омега болу керек. Ол ең басты қоспа, және бізді әрбір кез өзіміз осыны ұстап жүруіміз керек. Жалпылама оның дозасы әртүрлі болуы мүмкін. Біз мұнда егер де артық салмақ болатын болса, және осы 30-дан артық болатын болса дене массасы, онда біз әрбір артық 50 келіге бір капсула береміз. Мысалға айтатын болсақ, осы іштегі май ол әртүрлі қабынуларға алып келеді. Яғни омега не істейді? Омега осы жүйелік қабынуды басады, және салмақ көп болатын болса, созылмалы аурулар болатын болса, біз оларға яғни көптеп ұсынамыз. Мысалға айтатын болсақ, орташа алатын болсақ, 100 келі, және одан көп болса, онда 2000 миллиграммға дейін. Сондықтан да барлық кардиологиялық мәселелер, жүрек, қан айналым тамырлар жүйесі, ол жақсы омега 3 индекс. Оның ішінде мысалға атеросклероз, яғни мысалы айтатын болсақ, 1000 миллиграмм ЭПК және ДГК, бұл жұмыс осындай мөлшерлерін көріп отырып, бұл профилактикалық емес, өзіндік бір емдеу деп айтуға болады. Атопиялық дерматит және басқа да осы терідегі өзгерістер болатын болса, олар күніне яғни 1000-нан 3000 миллиграммға дейін яғни осы тұтыну қажет.
жалпылама осы жүктілікке дайындыққа байланысты айтатын болсақ, онда осындай майлы қышқылдар болу үшін мысалға мұнда баланың да денсаулығы мәселесі туындайды, және оның ақыл ойының дамуы үшін өте маңызды. Өйткені ДГК ол осындай бас мидың дамуына, көру қабілетінің дамуына жақсы әсер етеді. Сондықтан да қарап отырсаңыздар, 5 граммға дейін, егер де оның артық салмағы болатын болса, созылмалы аурулар болатын болса, оған қосымша көбірек доза қажет. Және егер де ас қорыту жүйесінде қабыну аурулары болатын болса, яғни сіздер көріп отырсыздар ғой, яғни күніне 3 грамм, яғни 5-6 капсулаға дейін. Біз мұнда өзіміз осы үлкен дозалар жөнінде айтқан кезеңде мына мәселеге тоқталғым келіп отыр. Бізде белгілі бір мезеттер бар, оларды да атап өту қажет. Мен келесі сайтты қоссаңыз, ал енді белгілі бір шектеулерге қарайық. Яғни өзіндік қарама қайшылықтар деп айтпаймын, мен өзіндік бір шектеулер. Мысалға, омега 3 бізде қалайша жұмыс істеуде? Ол яғни қанды сұйылтады біршама, сондықтан да ол өте маңызды өнім, егер де қан қоюланып кетсе. Бірақ та екінші бір жағы бар. Егер де мысалға өздері қан ағатын болса, мұрнынан тағы басқа деген секілді, немесе операцияға дайындық болатын болса, олар өздері осы қаны қатты сұйық болмас үшін 3-5 күн алдында, яғни мәселен осы дозаны азайтуымыз керек. Мысалға 6 капсуладан 1-2 капсулаға дейін, немесе осы уақытта тұтынбаған жөн, яғни осылай қан ағуды алып келмес үшін. Яғни мысалға яғни чеснок пен витамин Е осы қанның сұйылуын алып келеді. Және мысалға айтатын болсақ, сіздер де өздері қандарыңыз қою қан болатын болса, онда оның жақсы жағы бар. Бірақ та екінші бір жағы осындай мәселе. Егер де бір емделу немесе ота жасалатын болса, осы қан ағу көп болмас үшін алдын ала осыны қараған жөн. Яғни қан қысымы, жүрек, яғни атеросклероз, бұл жерде қарап отыратын болсаңыздар, өте керемет тиімділігі бар омега 3-тің. Егер де мысалға созылма аурулары болатын болса, қабыну аурулары қарап отырсаңыздар, ол жөнінде көптеп айттық. Яғни сондықтан да ол омегамен, және мысалға айтатын болсақ, біздің барлығымыз өзіндік жақсы омега 3 индекс болғандығын қалаймыз. Және біз осы зертханада омега 3-тің статусын көруге болады. Яғни бізде мәселен қанша болуы керектігі туралы әсіресе, яғни 8-ден 100-ге дейін, бірақ 8 ол шамалы, және ол 10 болғандығын қалаймыз. Сондықтан да бұл 100-ге жақын болатын болса, одан да жақсы. Сондықтан да сіздер өздеріңіз, егер де омеганы қабылдамасаңыздар, яғни осы жақтарына назар аударғандарыңыз жөн. Бұл өте маңызды, және біз ол қаншалықты деңгейде, яғни 1000 миллиграмм 2 капсулада аллергияға байланысты. Егер де осы аллергия болса, балыққа, омегаға аллергия бола ма деп жоқ. Өйткені бұл жерде оның дамын көру керек. Мысалға айтатын болса, осы яғни белгілі бір деңгейде осы реакцияны қарайтын болсақ, ақуызға, яғни майларға бізде аллергия, яғни ақуыз қоспаларға, ал бізде бұнда ақуыз жоқ, және бұл жерде аллергия болмауы да мүмкін. Тамаша, сіздің сұрағыңызға жауап бердік деген ойдамыз. Ал енді бізде шамалағы уақытымыз қалды. Біз бүгін көп осы омега 3 жөнінде айттық, ал ендігі кезекте өзіндік бір қорытынды емес, былай айтатын болсақ, сапасының
айтып біздің сертификаттарымызбен мақтанатын болайық. Яғни қарап отырсаңыздар, ол осындай халықаралық сертификаттармен осы өніміміздің омега 3 комплекс плюстың сапасы расталған, және біз осы жөнде айтқан болатынбыз, және біз өзіміз осы омега 3-ті тұтына отырып басқа да қоспаларды, яғни қарап отырсаңыздар, осы сертификаттарды алған болатынбыз. Friend of TZ, яғни қарап отыратын болсаңыздар, осы яғни балық аулау, ол біздің осы шикізатты алу, біздің омега үшін біз осы орнықты тәсілді пайдаланамыз, және мұндағы ең маңыздысы осы мұхиттардың эко жүйесі, және біз осылай балықты экологиялық таза сулардан, яғни перуандық осы ағыстағы ол суық ағыстар, яғни қарап отырсаңыздар, бұл нағыз экологиялық таза су, және осы перуандық ағындар суы ол әлемдік, яғни мұхитта осындай таза сулардың бірі, және біз өзіміз сертификатталған болатынбыз. ГОЭТ ол жаһандық, ол омега 3 қышқылдар бойынша халықаралық ұйым, және ол ЭПК және ДГК бойынша барлығын осы танымал етуге, ілгерілетуге омега 3-ті арнаған болатын, және біз олардан осы сертификатты алдық. Бізде яғни сапа стандарттары жақсы деген. Осыған қоса НСФ, яғни ұйымы бізге сертификат табыстаған болатын. Бұл деп отырғанымыз, біз өзіміз сапаны тексердік деген, және осы біздің құрам ол яғни ақиқат екендігін, және біз этикеткада жазғанның барлығы факт екендігін, яғни сондықтан да яғни бір зиянды қалдықтар жоқ екендігін, бұны сіз клиенттермен жұмыс жасау барысында айтуларыңызға болады. Әрине бұл жаһандық ұйымдар, және олар шын мәнінде осы сертификаттар өнімнің сапасын растауда, және халал ол сертификатталған өнім, және бұл сертификат осы тазалығын және халықаралық халал стандартына сәйкестікті растайды, және бұл біздің клиенттер үшін, яғни мұсылман клиенттеріміз үшін өте маңызды, яғни өйткені бұл жерде халал, яғни адал деген сертификатқа ие. Бұл бүгін өнім жөнінде айттық, омега 3 жөнінде, ал қалған сұрақтардың барлығы, біз қарастырмаған сұрақтардың барлығын біз қазір қарастыра аламыз. 10 минутта сіздер Анастасия Бодровадан сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Омега 3 бойынша менің жинақталған сұрақтарым бар, және мен көріп отырғандай тағы да сұрақтар қоюда. Сондықтан да мен оқып беріп отырайын. Яғни көптеген сұрақтарға біз онсыз да осы таныстырылым барысында жауап берген болатынбыз. Анастасия бірнеше рет сұрақтар қойды омеганың бойынша, яғни тағы да қайталап өтейін. Бізде онда триглицеридтар, олар өте шынайы, өте табиғи форма болып есептеледі, және мәселен біз өзіміз осы триглицерид деген қышқылдар, одан кейін триглицеридтерге қайта оралып, одан түпкілікті нәтиже, яғни триглицеридті ол яғни май қышқылдары, және қазіргі кезеңде өте бір натуралды, яғни табиғи форма болып табылады. Ал енді кезекте қабылдауға байланысты жасөспірімдерде тұтына ала ма, әлде ересектерге де пайдалана ала ма? Жасөспірім болса, қанша жасөспірімдер, қанша жастан бастап бізде қоспалар 18+, сондықтан да біз, яғни қоспалар осы кезеңнен бастап қолданылады дейміз. Егер де біз практикалық жағын айтатын болсақ, әрине біз 9-11 жастағы балалар осы өздері мысалға әке-шешесінен қарағанда ірі болып өсуде, және бұл ағза әрине ол ересек мөлшерді қажет етеді. Сондықтан да бұнда дозасына маман анықтауы тиіс, және мұндай жасында, яғни мысалға айтатын болсақ қандай болатындығын, және біздің кездесу барысында мен мынаны айтуға міндеттімін, яғни қоспаларды тек 18
18-ден асқан адамдарға, 18-ге толып одан асқан адамдар ғана қолдана алады. Және бізде мынандай ресми ақпарат бар. Иә. Ал ендігі кезекте осы омега мен үш пен басқа қоспаларды үйлестіру. Мысалға айтатын болсақ, омеганы кальциймен пайдалануға бола ма, немесе әртүрлі уақытта осыларды тұтынуға бола ма деген секілді. Бұл май болғандықтан ол, яғни барлық мысалға құрамында май бар дәрумендермен, тағы басқалармен. Сондықтан да сіздер осы мәселеге байланысты қарауларыңызға болады. Және кальций мұнда өзіндік бір үзіліс болу керек деген ойдамын, бірақ та ол бір-біріне, яғни нашар әсеркет етеді деп айта алмаймын. Сондықтан да ешқандай бір мәселе туындамайды, егер де сіз оны бірінен соң бірін қабылдасаңыз. Ал егер де нақтылы, яғни кальцийға байланысты айтатын болсаңыз, бір шамалы кішігірім үзіліс жасап алған жөн. Рахмет. Біз осы сұраққа жауап бердік деген ойдамыз. Анастасия, сіз бірнеше рет сұраған болатынсыз. Біреу, яғни осы омега үшті шайнап жегенді жақсы көреді дейді. Сондықтан да осы мәселеге байланысты жұтпай, яғни шайнап жесе қалай болады деп, біз бірқатар өнімдерді, яғни мысалға ферменттерді, олар шайнаудың қажеті жоқ. Олар өйткені қышқыл, осы ас қорыту қышқылына түскеннен кейін өзі ериді. Ал капсула бізге не үшін қажет? Яғни ол қышқылданып кетпеу үшін тасымалдау барысында, және барлық адамдар осы дәмді жақсы көрмеуі мүмкін. Егер де сіздер өздеріңіз осылай шайнап жесеңіздер де болады. Яғни сіздердің қалауларыңызда оның бәрі. Және біз алдында айтып өткеніміздей, оның иісі жоқ. Сондықтан да арнайы, яғни бір иісі. Сондықтан да, иә, осылайша тұтынсаңыздар да болады. Ал енді мөлшері бойынша, яғни 2 капсуланы бірден қабылдауға бола ма дейді. Иә, 2 капсуланы бір рет бірден қабылдауға болады. Мен сіздерге көрсеттім ғой, қандай, яғни осындай мөлшерлер болуы мүмкін. 5 граммға дейін. Сондықтан да біз оны барлығын осылайша бір күн бойы қарастырамыз. Сондықтан да мұндай мөлшерлер мүмкін. Осыған байланысты бірден 2 капсуланы қабылдау, ол да қалыпты. Және оңтайлы тұсы, омеганы, яғни таңертең таңғы ас кезінде ішуге болады. Және біз осы бір ферменттер, яғни мысал айтатын болсақ, олар таңертең осы омега арқылы синтезделеді, және біз толық бір күнге осындай қолдауға ие боламыз. Ал егер де сіздерде үлкен мөлшерлер болатын болса, оны, яғни өздеріңіз тең мөлшерде бөлуіңізге болады. Таңғы астан кейін түскі ас, кешкі ас деген секілді. Жақсы. Яғни бұрын осындай сұрақ туындаған болатын. Капсуланың көлемі бойынша, және капсуланың көлемі өзгерткен жоқ, бірақ та ол көбірек болған болатын дозасы. Және осыған байланысты ең маңыздысы ол, яғни сізге қажетті капсула ол 2 есе төмендеуі мүмкін. Сіз, яғни өзіңіз сол дозасына байланысты қарауларыңызға болады. Және бұл жерде дұрыс айтылған, яғни нарыне сұрап жатыр, осы жағымсыз, яғни жақтар жөнінде, мысалға кекіргенде балықтың иісі шықпай ма деген секілді. Ол ас қорыту жүйесіндегі әсіресе өттің қабынуына байланысты. Сондықтан да омега, ол қазір кезеңде пайда болған, оны, яғни сіңірілуі өте оңай болады, және мұндай проблемалар мүлдем болмауы да мүмкін. Көп рахмет, Анастасия. Бізде уақытымыз осымен аяқталды. Біз біршама, яғни бір осы уақыттан өтіп кеттік. Белгілі бір жаттығуымыз бар, және оны біздің қатысушыларға ұсынғымыз келеді. Және ол жалпылама осы ақпаратты, яғни жан-жақты бекітуге арналған. Сіздер өздеріңіз
бізге қосымша бір сұрақтарды жазасыздар деген ойдамыз. Яғни, ал енді достар, жаттығуға өтейік. Ол біздің бүгінгі вебинардың соны, яғни 1 минутта 3 аргумент келтір деп айтып отырмыз. Біз бүгінгі күні артықшылықтар жөнінде көбірек айтқан болатынбыз, және оның мақсаты үш негізгісін есте сақтау. Сондықтан да құрметті қатысушылар, осы үш қандай артықшылығы бар, соны айтып өтсеңіз, қайсысы ұнады, бір ғана қысқа сөйлеммен. Және сіздің клиентіңіз, сіз осы омега 3 туралы айтқанда, оның неге маңыздылығы зор екендігін айтатындай. Яғни чатқа жазып қойсаңыздар, қандай уәждер келтірер едіңіз деген секілді. Және осы жазып жатыр. Иә, технология, ұсақ балықтар деген секілді бір, яғни осы құпия сиқыр секілді. Бірақ та қарап отырсақ, иә, чия технологиясы және ұсақ технологиялар, ұсақ балықтар деп айтып жатыр. Иә, біз осы жерде қарап отыратын болсаңыздар, сетс жөнінде есте сақтап жатқандар туралы жазуда, яғни кәсіби тұрғыдан осылайша бірден айтатындай, және адамдар, яғни өзіндік эмульгация, оны есте сақтауға болады деген ойдамыз. Иә, оның міне бір емес, яғни барлығы жазып жатыр. Қандай артықшылықтар бар екен: сертификаттау, ақ чияның дәндері, яғни өттің қабынған адамдарға да қабылдауға болатын, яғни тамаша. Иіссіз 100% сіңіріледі, яғни осындай тазалаудан өтеді деген секілді. Сондықтан да осындай жақтары бар. Сондықтан да мынандай технологиялар, сонымен бірге ұсақ балықтардан жасалған, және біздің қатысушылар осылайша белсенді түрде бөлісуде жүректі, яғни миды, тағы басқаларды, яғни жақсы жұмыс істеу үшін өте маңызды, көздің көруіне күшті әсер етеді деп жазуда, және оның тазалығы, заманауи формуласын айтуда. Және бұның барлығын есте сақтағандарың үшін көп рахмет. Яғни сондықтан да өздеріңізбен бірге қандай ақпаратты аласыздар. Сіздер осы жазған нәрселеріңіз барлығын есте сақтайсыздар деген ойдамыз, және сіздер қазір чатта жазғандардың барлығын, негізгі осы артықшылықтардың барлығын ертең, яғни өздеріңіз осылайша жан-жақты жұмыс істеу үшін өте маңызды, яғни бір клиентке осы омега 3 жөнінде айтып беріңіздер, және бұл артықшылықтарды пайдалана отырып, яғни бұл сіздерге, өздеріңізге, яғни толықтай осы ақпаратты, артықшылықтарды, яғни есте сақтауға, және жеңіл әрі тиімді түрде осы омега 3-ті, яғни паш етуге мүмкіндік береді. Анастасия, көп рахмет осындай пайдалы ақпаратыңыз үшін. Құрметті қатысушылар, бізбен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет, және біз 7 минутқа артық вебинардың уақытын алып қойдық. Қазір 740 адам. Баршаңызға көп рахмет. Және өзіңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіздер, кім қалайды, бүгінгі вебинар қалай өтті, мынау QR бойынша сілтемемен өтіңіздер. Яғни сіздер көріп отырған, және мына жерде бүгінгі вебинар бойынша сауалнама өтеді, қаншалықты ұнады, не нәрсені сіздер тағы да қосар едіңіздер деген секілді. Сондықтан да QR код сканерлеріңіздер немесе сілтеме бойынша өтіңіздер. Сіздердің пікірлеріңізді білу өте маңызды. Қазір сілтемемен бөлісемін. Мұны чатқа жазып жатырмын. Әлде жазып жатыр. Яғни антиоксиданттар, чия дәні туралы, қан сұйылтатын қасиеті бар екендігін. Иә, мұндағы біздің кездесудің маңызды, осының барлығын сіздердің есте сақтауларыңыз. Көп рахмет, сіздер тамаша аудиториясыздар, сіздермен бірге
Осы пікірлеріңізді оқу қызықты болды. Белсенділік білдіргендеріңіз үшін көп рахмет. Және осымен біздің вебинарды аяқтауға болады. Назарларыңыз үшін көп рахмет. Біздің алдағы вебинарларға қатысыңыздар. Олар жаңа өнімдер бойынша болады. Сіздермен бірге болған Анастасия Бодрова және Екатерина Цой. Вебинардың жазбасы міндетті түрде болады. Иә, омега 3 комплекс плюс бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз, және барлығы осы телеграм арнада, яғни жазбада МВ орталық Азияда, яғни жарияланады. Баршаңызға жақсы күн тілеймін. Рахмет. Сау